Отбасылық қолдау орталығына қош келдіңіздер. Бұл мекеме әрбір қиын жағдайға тап болған адам қолдау мен түсінік тауып, алға жылжуға мүмкіндік алатын кеңістік. Айтқандай қуаныштымыз, осындай орталық ашылып жатыр. Қоғамда көптеген осындай сұрақтар туындап жатыр. Қиын жағдайда болып қалған отбасы бар, кеңес керек деген, психологиялық жағынан бір қолдау керек болатын деген сияқты. Сол кезде полициямен қоғамға жұмыс жасап. Қазіргі таңда ауданымызда мобильді топ құрылған, қиын жағдайға тап болған отбасылардың ерте анықтау және қолдау көрсету жұмысын ұйымдастыру үшін ауданымыз бойынша жалпы 238 адам, оған полиция қызметкерлері, медицина, образование, барлық пробация қызметкерлері кірген, жергілікті әкімшіліктің, содан кейін орталықтың қызметкерлерімен қазір оларға бекіткен кестеге сәйкес оқытылу ФСМ social жүйесі арқылы жұмыс жасалады. Осындай отбасын қолдау орталығын ашқандарыңыз үшін сізге рахмет, қолдап Айданаға рахмет. Өздеріңіз іздеп, звондап, тауып келіп, бізге юридический консультация дейді ғой, біздің жұмыстарымызды істеп, өздері бәрін істеледі. Біз келдік, бүйтіп бәрін нақты айтып, өз жұмыс істеп, өз бәрін. Вообще ризамын, үлкен рахмет сіздерге. Менің атым Айгерім. Мен Қызылорда облысынан келдім. Негізі жанұя отбасы Шымкент қаласы бойынша осы жердің әлеуметтік орталық қолдау бар екен білдім. Және осы Айдана ханымның тез жұмыс істегеніне өте риза болдым. Мынау заң саласында жақсы бір ақпарат беріп, өткені көрдіңіз бе, мынау расында біз көптеген мәселелер заңды білмегеннен туындайтын бір жағдайлар болады. Соны жаңа айтайын дегенім, осы орталықтың әрине осындай бір оң серпін беріп жатқанына мен өте қуаныштымын. Расында қуаныштымын. Тегін. Адамдар келетін болса, тек қана мына бизнес саласында қалай өзіміздің даму процесі сондай бір жақсы, сондай бір қуанышты жағдаймен келсін. Сол енді тағы да құттықтаймын. Таразы Бірғалиұлы осындай маңызды әлеуметтік жобаға жаңағыдай жүзеге асыру үшін қолдау жасап, ерекше жаңағыдай бастамаңызға үлкен рахмет.